Сәлем, сәлем, сәлем. Қалдарыңыз қалай? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Сәлеменмен. Бүгін сіздермен бөлісейін деген ақпаратым су жайлы болмақ. Жалпы адамның ағзасының 80% судан тұратынын білесіздер. Сондықтан біз суды тұтынбасақ не болады? Денемізде деградация болады. Сусыздану деген нәрсе болады. Соның сусызданудың кесірінен біздің шаштарымыз түсіп, тістеріміз түсіп, терлеріміз құрғап бастайды екен. Сондықтан оның болдырмаудың алдын алудың бір тәсілі үнемі су ішіп жүру керек. Шай ол бір бөлек, шай суға жатпайды екен. Кәдімгі тірі су ішу керек екен. Су ішу өте денсаулыққа әсіресе таңертең тұрған кезде бір стакан жылы су міндетті түрде ішіңіз. Негізі күнде 2 литр су деп айтылады. Жалпы тіпті ішпедім деген күннің өзінде біздің қазақтар жалпы өзіміз су ішкенді қатты әдет қылдырмағанбыз ғой. Сондықтан қазірден бастап су ішуді бастапқыда ақырын бастасаңыз болады. Таңғысын тұрғанда міндетті түрде бет қолыңызды жуып болғанша типалды қоя қойсаңыз су жып-жылы болып шығады. Соң қатты ыстық емес, ауыз күймейтіндей мөлшердегі температурадағы суды ішу керек екен. Ол ағзаға өте жақсы сіңеді, себебі түні бойы біздің ішкі органдарымыз қатты ыстық болады екен. Жәнегі 40 градустан да почти жоғары болады ішкі нелер. Сонда ішіміздегі күні бойы жеген тамағымыз, ағзамызға сіңген кез келген астың қалдықтары және шекте тұрады екен. Соған сіз егер суық су ішетін болсаңыз, ол автоматын қатаятта бұлшықеттер шиырлап және бүйрекке ауыртпалық түсіреді екен. Су үшін жылы, шым жылы су ішу керек. Жылы су жәнегі ыстықпен жиналып тұрған қаншама шлактарды айдап шығарады. Сонда сіздің ішіңізде қалдықтар болмайтын болады. Күнделікті осы әдісті істеп отыратын болсаңыз, бір стакан жылы су ішіп отыратын болсаңыз, ол сіздің денсаулығыңызға өте пайдалы. Онымен қатар организміңізге, ағзаңызға барлығына пайдалы. 1-1 грамм зияны жоқ. Осы әдетті күнделікті жақсы ғұрыпқа айналдырып алыңыз. Тұрақты істеп жүріңіз, тұрақты су ішіп жүріңіздер. Пайдаларыңызға жарасын. Дендеріңіз сау болсын.